Бүгін біз сіздерге Елжас пен Арунаның бір күндік өмірін қалай өтіп жатқанын сіздерге көрсететін боламыз. Бүгін біз қазір Аруна мен Елжастың үйіне кіріп кеттік. Қазір екеуін шақыратын боламыз. Аруна, Елжас. Бәсе, кім сөйлеп жатыр деп қой? Чо там? Үш мысық бар. Үш мысық бар ма? Еман, достар, Сильвиді қарасаңыздаршы. Түсір болды, түсір. Сағындың ма бізді? Қанша болып біздің үйде жүрмегелі? Достар, бүгін біз сіздерге Елжас пен Арунаның бір күндік өмірін қалай өтіп жатқанын сіздерге көрсететін боламыз. Бүгін біз қазір Аруна мен Елжастың үйіне кіріп кеттік. Қазір екеуін шақыратын боламыз. Аруна, Елжас. Бәсе, кім сөйлеп жатыр деп қой? Чо там? Қашан келдің? Тығылып кіріп кетті ғой тағы да сендер үйлеріңе. Сендер, короче, Аруна білмейді алдың екенбіз, біз алдына кіріп кеттік қой екен. Қашан? Кеше, ана жылы. Осы кеше ғана кіріп кеттік қой. Чодым қалайсың? Ой, орамал тағы ол достар қарасаңыздаршы. Ой, как положено орамалмен жүреді екен үйде. Базар. Кіре берейік па? Қой, аяқ киім шешейік оны. Достар, короче, осы видеоны до конца көріңіздер. Бүгін біз сіздерге Арунаның бір күндік өмірін қалай өтіп жатқанын көрсететін боламыз. Чодым, Сильвиген? Достар, қазір, короче. Достар, бұяққа біз екінші рет келіп жатқанбыз. Сильвиген? Достар, қазір Арунадан полностью сұрайтын боламыз. Енді қалай екен Ару келіндік өмір? Қалай болып отыр? Нормально болады. Нормально. Ой, настроение қой что-то. Нормально болады деді. да. Шаршап жатыр, қазір айтып беремін. Қалай үйленген қалай, не болып жатыр, бәрін айтып беремін. Айтып беріңіз подписчиктерге. Не үшін түрі бұндай болып жатыр? Достар, короче, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздерде Арунаның бір күндік өмірі қызық бола ма, қызық емес пе, соны комментарий жазыңыздар. Қазір бізге Елжас полностью түсіндіріп беретін болады. Румтур, кішігірім румтур, Арунаның сұрайтын боламыз. В общем, келіндік өмір қалай өтіп жатқан. Сильвиген, кет көзем жүрсе. Үш мысық бар. Үш мысық бар ма? Еман, достар, Сильвиді қарасаңыздаршы. Түсір болды. Сағындың ма бізді? Қанша болып біздің үйде жүрмегелі? 20 күн болды ғой. Сильви кіс. Достар, 20 күн болып берген. Біз жадырақап қалған ба бізге? Қой, Сильви тастаңдар, кетіп жүр. Арунадан сұрайық та. Бізде зал. Осындай зал. Мынан бәрі новыйдан мен келеді деп істеткен әжем. Кән. Базар. Қазір свет жақсы енді светті. Әдем. Ау. Не ол? Ема, бұндай да бар ма? Жүрсіңіздер, комнаталарын көрсіңдер. Залдан осындай бар ғой. Білем ғой. Ол бір новыйна. Кет жүрсіңдерші залға. Ой, залда комнаталарын. Жүрсіңдерші Арунаны кет. Көзайым жүр. Сағынып қалмайын Сильвиді. Қой. Кім бар? Мико. Достар, еще бұл үйде 3 мысық бар екен. Қазір Аруналардың комнатасына кіріп көретін боламыз. Дайынсың ба? Бірақ көріп Ой, қызыл пастель дейді. Базар. На екеу. В общем, осы жақта екеуің жатасыңдар. Еші әлі көшмен көзайым қонуға келіп тұрса болады, жанымызда жатады дейсің. Келесіңдер ма қонуға? Желание бар ма? Кіргізе бересіңдер ма? Короче, косметика сен біздің үйде шашылып тұратын еді бүйтін аяқта. Ойбай, достар, қарасаңызшы, бадыр, как болады жинақ болған. Мынаяқта крем, короче. Мынаяқта кондер. Достар, бұл Елжас пен Аруналар 5-ші этажда тұрады. Сендердің өздерінің үйлерің қашан бітеді примерно? Примерно сентябрлерде бітеді, ремонт болады, декабрьде жаңа жылда примерно дайын болады ғой. Достар, Елжас пен Арунаның өздерінің бөлек үйлері бар, негізі алып қойған. Бұл Елжастардың мамаларының үйі ғой, короче. Мынамыш қандай мыш? Мико. Түрін қарасыңдар. Мико. Тойға барған кездегі. Достардың сурет қай кезде еді мынау? Ұзатудағы ма? 2 күннен кейін ұзату. Жоқ бәсе. Кластастардың тойларына барған ғой. Білем ғой. Мына киім бәсе, басқаша киім болып тұр да. Мынаяқта косметикалары. Елес? Мен жақып тұрады бір нәрсе. Енді Арунаның бір күнді қалай келіндік қызметі жақсы ақтарып отыр ма? Қызметі жақсы, мен басында күтпедім Арунадан. Қойшы, айырып істеп отыр ма кәдімгі тірлік? Мен бұл тірлік істемайды ау деп ойлаған едім. Маманың жанынан шықпай, жанына тұрып пылесоспен, тряпкамен. Сол алдын байқасам, бір қарасам не ұрып жатыр ғой? Қамырауға түсіп жатыр ғой достар. Арунаның өмірінде қамырауға түскенін көрмегенмін. Видеоларын қарасам, айырып бізге де келіп істеп берсе, көмектессе. Әлгі жатса, қамырауға түсіп берші деп. Қамырға түсіп берсе. Бәрін көріп та. Нақта көрші, дайсын, пайысын, анауына базар жоқ. Ары, күнде қаншада тұрып алсыңдар ұйқыларынан? 9-да. 9-да? Сен 9-да тұрып жүрсің ба? Иә. Құмаш күлкін келді демеш. Сен қарсы
кешкі сағат мама 10-да ұйықтайды, 11-де. Біз примерно потолок 12-де. Сол кезде ұйықтап қаласыңдар ма? Түнгі 12-де. Достар, есілше сіздер не үшін таңғалып отыр десеңіздер, Аруна біздің үйде күнде 4-5-те ұйықтайды таңғы. И түнгі 4-те келетін еді примерно. И таңғы, и обедте 3-те тұратын еді примерно, Иә. Обед 3-те оны әрең тұрғызатын едік біз бұны. Иә. И сөйтіп наққа келіп 11-де ұйықтап, азан 9-да тұрып жүр ма? Базар жоқ. Азан 9-дан бері жүріп, көп тұрып тұрсақ, Ұйқыны азан дұрыстасаң кәдімгідей ше. Зор болып азанда бодырып жүрсіңдер ма? Достар, бізде де ұйқымыз, короче, салам алейкум болып кеткен, походу ерте тұрып үйренеміз ғой бізде. Кеттік оны жүріңдер, өйстіп. Нақта қолы орамал. Ойба, қанша орамалым бар нақты, неше түрлі? Мен бір Базар. күн орамал киіп кәнді Арунаның орнына келін болып көрдім. Киінбеген. Киінбеген. Ару өзің ұнап отырмай енді? Нақта киім шкафчиктерім ба? Вая, не деген әдемі киімдер, Тема, базар жоқ. Әдем. Кроваттарың зор екен бірақ. Достар қарасыңдар шында қып-қызыл лав деген пастель. Айтпасма бізге өте Нақта сладостьлар ма не? Ішінде бұл бітіп қалған түрі ғой. Алдында видеодан көріп едім сол ғой. Киімдер ма не? В общем, Аруна келгелі, в общем, рахаттанып отырмыз. Дегерш, зор ма екен? Үйленген қалай екен? Негізі үйленген зор. Дұрыс Зор ма? Жүргенмен үйленген вообще басқаша. Екеуі екі түрлі нәрсе ме екен? Азыр жоқ. Ару саған ше қалап отыр, үйленгенмен жүрген разницасы қандай екен? Разницасы. Иә, бар. Бар ма, күшті ма? Достар, сіздер комментарийға жазып кетіңіздер, оказывается, елес айтады, үйленген күшті дейді. Сіздер әлі кішкентайсыздар ғой, бірақ өсіп атсаңыздар. Сен қашан үйленесің? Мен примерно бір жыл ғой. Бір жылдан кейін. Сен үйде туып кіреміз. Мен не ме? Сенімен тұрады ғой. Бірге тұрамыз. Иә. Жындай кез ғой сені. Адам күн ұзат жүреміз әлі. Достар, ойлаңыздаршы, Аруна сияқты ұзатылып кетіп баратсың, короче. Артынан қалың малын кетіп, китке бәрі таласып қалған соғыс. Қалың малым бірақ 5 миллионмен дегіз. Еще бір аптадан кейін той ғой, 4 күн. 4 күн қалды тойға, тойға что-то дайындықта тишина ғой үйде. Тойға дайындық керек емес қой уже. Тойханада ғой. Тойханада. Дайындаса хан. Сондай болып айтпақшы. Қандай әлі көзайым сен киімнің образдарын дайын ба? Отыр ғой. Дайын емес па не? Біздің үй тойға страшно дайындалып отыр. Кет жүрсіңдерші, кеттік анаяққа барайық. Арунаның бір посуда жуғанын көрейікші. Достар, осы видео ұнап жатса, лайктарыңызды аямаңыздар. Прям өте қызықты ой видео отыр. Арунаның бір күндік өмірін қалай өтіп жатқан бірге аңдып кішігірім рум тур болып жатыр. Қазір Арунаның посуда жуғанын көретін боламыз, короче, достар, мына жақта қазір Аруна сіздерге қалай посуда жууды үйретейін деп жатыр, короче. Иісі өте ма күнде? Ұйқысынан тұрасыңдар, сөйтіп бірінші істейсіңдер. Ұйқымнан тұрам, мен әлі ұйықтап атам, Аруна болды тамаққа дейді, короче, тамаққа тұрам, жеп болам, и сәл Арунаға көмектесем, стол жинасу, ары қарай посуда жуып, сүртіп өзіне болады. Жүрем ма, короче, көрінер ма? Аруна біздің үйде 3-те тұрып жүреді, оказывается, мына жақта қарасаңдар, кухнясы тап тинақты. Ана ыдыстарды қарасаңдар, сықит қойып болған, базар. Білесің ба, сен де кейін біреудің үйіне барасың, жинайсың. Мен сағат 10-да тұрамын. Уже қазір 10-да отырамын дей ма, базар жоқ. Кейін таң сағат 6-да тұру керек, жүрмесің ба елен? Что-то малькош? Қайнатан боқыш керек деп. Не дейді? Үйге келін алып келесің Алькош? Дайынсың ба, короче? Нешеде тұру керек ке? Сен бе? Таңғы 6-да тұру керек. Кейін бүйтесің ба? 6-да тұру, не істейсің 6-да тұрғыз оны? Білмеймін. Келін әйелің қызмет ете ма кейін? Мамаңа көмектесіп бәрін, үйдің бәрін жинайды, сол жинай ма бәрін? Еліс, келін қанша тұру керек? Келін 9-10 потолок әрең. Келін қанша тұру керек? 9-10 ба? Достар, сіздер комментарий жазып кетіңіздер, келін қаншада тұру керек? Мен үшін нормально 10-11 ғой, короче, 9-10-11. Таң 6-да тұрып не істейді? Сол ғой, тірліктің Дым пайдасы жоқ, Достар, нормально. 9-10-да тұра берсе, короче, болады. Так, Аруна пока, в общем, жақсы екен. Бізде қалай Қайтарам айтсыңдар ма не деген? Короче, көрсете берейік та. Давай. О, Бізде, короче, Аруна келгелі қола шашлик бәрі сондай тұрады. Не дейсің? Аруна келгелі тамақ істеп жатыр ма или заказ беріп жатсыңдар ма? Біз ба, заказ беріп көбінесе сөйтіп жатыр. Молжан? Ассалаумағалейкум, жадам. Арунаның бір күндік несін түсіріп жатыр, короче, келіндік өмір. Молжан. Зор болып отыр ма? Молжаннан сұрайық та сен, елерсің, пока әйелі болғаныңыз мақтай бересің ғой. Молжаннан сұрайық, что там қалай өтіп отыр? Келіндік өмір. Как положено 9-10-да тұра ма? Азан тамақ шай дайып бәрін дайындап береді. Жоқ. В общем, Назым қосылса вообще айрат десек бе? Назым да қосылады. Достар, ойлаңыздар, үйде 2 келін, Назым екеуі подружка еще, и базар жоқ, зор ойнап тұр. В общем, рахат, Бізде ондай жоқ енді.
Сен ше? Пока енді Мен қашан? 1 жылдан кейін. 1 жылдан кейін естімесем. Иә. Не ғой? Азанда сөйтіп ужинға не істеп беріп жүрсіңдерге? Азанға каша істеп жүр, жұмыртқа істеп жүр. Каша істеп бересің ба сен? Вареники істейді, пельмень істейді, мант істейді түске. Ужинға түске де тамақ істемейсіз ше? Күнде 3 тамақ істеп жүр ғой. Бізде де бұнда істеймін. Біздің общеміз оны точно айтыңызшы. Әже істемейтін бе еді? Жоқ. Вообще істеймін. Вообще істемейді. Вообще қаңғырмай қойды ғой. Бәсе тугистан қарасам 15 сағат үйде жатады дедер. 15 сағат 16 сағат үйде Кешке жатады. жақын есік алдына шыққанда ана қыдыру болады ғой кәдімгі. Базар. Болды онда бір жылжиық онда. Қайттық ба? Нормально Иә, қайттық болды. Арунаны көрдік. Мама жіберді ғой бізді барып келіңдер дегізі. Ойнайды. Короче, осымен біз Арунаның бір күндік өмірін сіздерге түсірдік. Сіздерге осы видеоны аса лайктарыңызды аямаңыздар. Аруна, в общем, айырып жатыр екенсің. Специально Молжан зырды потому что енді елжасы күйеу болғасын мақтай береді ғой енді. Молжан шынымен сөйтсек шын екен короче. Кетіп па болды ма? Жылжиық онда. Достар, сіздерге осы видеоны таңдамын. Арунаның бір күндік өмірі. Всем пока!